Сәлем достар, үй жағдайында фри дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өте дәмді. Осындай қытырлап тұратын видео фри дайындау үшін осылай басынан бастап қарасаңыздар, сіздерде де әдемі күтіріліп тұрған фри пайда болады. Ол үшін көріп отырғандарыңызда ең негізгі құрам бұл жерде картоп. Картопты әрине тазалап аламыз. Тазалаған картопымызды осылай жуып, кубиктап тураймыз. Турап болғаннан кейін кастрюлемізге су құйып, оның үстіне дайын тұрған картопымызды осылай саламыз. Сол кезде картопымыз біркелкі тез піседі. Су осылай көрініп тұру керек. Осылай отқа пісіріп аламыз. Міне бізде картоп дайын, енді суынан сүзіп алып, осындай жайпақ ыдысқа түсіріп аламыз. Міне сүзіп алған картопымды осылай сүйекімен езем. Менде арнайы құрал болмағандықтан осындай үй жағдайында сүйекіні пайдалансаңыздар да болады. Яғни картопты езу үшін. Көріп отырғандарыңыздай барлық картоп езілді. Енді үстіне дәмдеуіштерді саламын. Әрине бірінші тұздан бастаймын. Татымына қарай тұз және приправа. Картопқа арналған приправасын салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жерде байқап отырсаңыздар, мен шанышқыны пайдаландым. Себебі арасында езілмей қалған картоптарды араластырған, осылай дәмдеуіштерді араластырған кезде езіледі. Яғни түйіршіктері қалмайтын болады. Сондықтан вилканы пайдаланғандарыңыз дұрыс, дәмдеуіштерді араластырған кезде. Енді көріп отырғандарыңызда ең негізгі құралдың бірі бұл жерде крахмал. 100 граммдай крахмал 1 келі картопқа жақсылап араластырамыз. Қазір күтіріліп тұратын, біріктіретін картопты осы құрам. Осылай тағы жаңағы айтқандай вилкамен араластырып шығамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай осындай бір домалақ пайда болады. Яғни оны жайпақ табаққа салып, осылай қолмен жайып шығам. Біркелкі етіп. 7-8 мм көлеміндей. Көріп отырғандарыңыздай осылай жіңішкелеп кесіп шығамыз.
қызып тұрған отқа сковородкамызды қойып, майын құйып, май қызған уақытта осылай дайын фрейімізді салып қуырып аламыз. Екі жағын бірдей қызартып. Оты өте күшті болу керек, тек сырты қызарса болғаны біз үшін. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып. Ас болсын, дайындап көріңіздер, өте дәмді. Өте дәмді. Дәмді.